Мұнай өңдеу зауыты орналасқан Павлодар облысында дизель отыны тапшы. Мәжілістің жалпы отырысында жанар жағармай бағасына қатысты екі депутаттық сауал энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев пен премьер-министрдің орынбасары Роман Скляарға жолданды. Сондай-ақ нан бағасы да мәжілісмендерді алаңдатып отыр. Өйткені жанар жағармай тапшылығы, тыңайтқыштар мен ауыл шаруашылығы техникасы құнының жыл сайынғы өсуі де астық бағасына әсер етеді. Бағасы қарқынмен өсіп жатқан нан, макарон және жарма өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесі шешілмесе, салдары ауыр болады. Дәл осылай мәжіліс отырысында дабыл қаққан депутат Ғалым Әміреев астық түсімінің төмендеуіне құрғақшылық қана себеп емес дейді. Жанар жағармай тапшылығы, тыңайтқыштар, ауыл шаруашылығы техникасы құнының жыл сайынғы өсуі де астық бағасына әсер еткен. Логика қайда, не істеу керек деген сұрақ бар. Ұн тартушыларға шикізат жетіспейді. Астық өндеушілер қауымдастығы тапшылықтың қолдан жасалатынына жол береді. Өндірушілер бағаның одан әрі өсуін күтіп, астықты өздерінде ұстап қалуы мүмкін. Қазір жұмсақ бидай тоннасы шамамен 125 мың теңге тұрады. Соңғы аптада көлік жүргізушілерін сарсаңға салған дизель отынына да мәжілісмендер бейжай қарамады. Олар солярка тапшылығын шешу үшін мұнай өңдеу жобалары бар жекеменшік кәсіпкерлерге қолдау көрсетуді ұсынды. Депутаттардың айтуынша, мұнай экспорттаушы мемлекет бола тұра өнімді импорттауға мәжбүрміз. Бұған дейін еліміздегі қара алтын өндіруші зауыттардың қуаты жетпегенде төртіншісін салу қызу талқыланған еді. Алайда шешім қабылданбай, қолданыстағы зауыттарға жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарланды. Зауыттар реттелсе де нәтиже көңіл көншітпейді. Халық арасында бұл бағаның өсуі жасанды емес пе деген ой туғызады. Осыған орай монополия қарсы өкілетті органдарға сұрақтар бар. Ал қосымшама тағы мұнай өндірісін дамытсақ, біз мұнай ғана емес, мұнай өнімдерін экспорттаушы мемлекет бола алар едік. Оған объективті негіздер бар. Өйткені қазақстандық бензин мен солярканың бағасы көрші елдерден әрдайым төмен. Бұл жолы мәжіліс төрағасы Бейбіт Атамқұловқа шүйлікті. Өнеркәсіптік саясат туралы заң жобасы жайлы әріптесінің қойған сұрағын түсінбеген индустрия және инфрақұрылымдық даму министріне Нұрлан Нығматуллин тағы да қайталап түсіндіріп берді. Финансирование. Нам не надо рассказывать, кто чем занимается. Вопрос в другом же был. Бейбіт Бәкірұлы, сіздің қойылған сұраққа жауап бермей, өзіңіз аз-мәз білетін тақырыпта сөйлей беретін таңғаларлық қасиетіңіз бар. Сіз басқа сұраққа жауап беріп отырсыз. Өңдеуші кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету қағидалары мен ережелері заң жобасында жазылуы керек. Біз сол жайында айтып отырмыз. Енді дизель отыны тапшылығы мен оның қымбаттауына нақты не әсер етіп отырғанын тексеретін болады. Ал азық-түлік келісімшарт корпорациясы мен тұрақтандыру қорларына үкімет резервінен қосымша бюджет қаражатын бөлсе, ұн өнімдерінің бағасының тұрақтануын қамтамасыз етеді. Нұрлан Сұлтанбек, Қосым Бақдәулет, Түркістан Таймс.